Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгінгі видеода мен игра кальмара деген сериал түсіретін боламын. Және де достар, сіздерге бұл сериал ұнайды деп ойлаймын. Және де активті көтерсеңіздер, мен сіздер үшін бәрін түсіріп жатырмын. Актив вообще жоқ. Сол себепті достар, активті барынша көтерсеңіздер, мен сіздер үшін бәрін жасап жатырмын. Ал достар, енді сіздер бұл видеоны сериалды бастамас бұрын лайк пен подписканы ұмытпаңыздар. Ал біз осымен сериалды бастаймыз. Кеттік. Так, төбесіне кім жатқан? Төбесіне мен жатам деп едім ше. О? Науман? Досым, қалайсың? Ой, кімсің сен? Танымадың ба? Мен ғой досым сен. Сен ба? Бәсе, енді таныдым ғой. Қалайсың? Жақсы. Сен де ойынға келдің ба? Сол ақша көп керек болып жатыр еді, содан ойынға келгенім ғой. Өзің неғып келдің? Мен адамдардың бәрін тоқтату үшін келдім. Қалай сонда? Бұл ойын негізі өте опасный, яғни өте қалай айтсам болады, өте опасный ойын деуге де болады. Қалай сонда? Бұның түк опасный жоқ қой. Мен бүкіл адамдар тоқтатуым керек. Бұл жерде сен дұрыс істей алмай қалсаң, сені өлтіріп тастайды. Сол себепті бәрін дұрыс істеу керек. Мен сол себепті бүкіл адамдарға соны үйретуге тырысамын. Қумаш досым. Ой, сенбесеңдер сенбей қойыңдар. Көресіңдер ғой. Ой, жарайды, қой берші. Оданша басқаша әңгіме айтайық. Давай. Ана қызды қарасай өте әдемі. Әдемі шығар саған. Мен сонымен танысып алсай онда. Давай. Жарайды, мен қазір танысып келейін онда. Жүрсем мен. Жарайды. Сәлем, сұлу қыз. Сәлем. Сенімен танысуға бола ма? Есімім таныс. Жарайды. Жарайды, мен қазір кеттім. Бір түлекенші. Формалары вообще ұнап тұрған жоқ. Жап-жасыл болып қалған. Розовый болса күшті болатын еді. Жап-жасыл киімім вообще жақпайды. Ана балада бір түлекен. Мияқта жетіқана бар ма енді? Қарным ашып жатыр. Тамақ берсе де болады ғой бұлар. Мама-ау. Тұрсаңызшы. Ойбай, ұйықтап қаппын ғой. Қой тұрайық. Тамақ бермей ма өзі? Беретін жар енді. Жарайден күтейік, қашан береткен тамақты. Не істесем болады? Қарным ашып кетті. Баламнан да қарны ашқан шығар. Жарайды, мүмкін тамақ қашан береткен білмеймін. Қазір беріп қалар. Күте тұрайын. Сәлеметсіздер ме, ойыншылар? Қазір 5 минуттан соң сіздерді ойынға шақырамыз. Оған дейін әлденіп алыңыздар. Қазір сіздерге тамақтарыңызды әкеп береміз. Әйтеуір тамағымыз келді-ау. Қаншама сағат күттік қой. Тез берсе болады ғой тамақты. Жарайды, апа, қойыңызшы қазір беретін жар енді. Жарайды. Саған тек қана сүт берді ма, қызым? Жаңа айтқан, саған тамақ жетпей қалды деп бермедім. Саған беру керек еді ғой негізі. Жетпей қалды ма? Жарайды, мен саған өзімдікін бөліп берейін ма? Жоқ, керек емес, өзіңіз жей беріңіз. Жоқ, ішімдегі баланды ойла.
Оның үстіне ішіне тамақ бару керек. Оның үстіне қазір саған әлденіп алу керек. Сол себепті саған бөліп берейін кішкенесін. Жарайды. Ал. Рахмет сізге. Ауқасы жоқ. Ал, жеп ал тамағында. Қазір 5 минуттан соң ойын басталады. Дайын отырыңыздар. Бәрі тыңдаңдар. Бұл ойынның ережесі вообще басқаша. Сендер бұл ойынның ережесін білмейсіңдер. Қазір сендер қимылдап қойсаңдар, сендерді өлтіріп тастайды. Сол себепті қимылдамай, менің артымнан барлықтарың жүрулерің керексіңдер. Тура менің батям сияқты. Шынды ұқсап не айтып тұр? Сол ғой. Шынды манау сәл. Бір түрлі кемші. Айтпа вообще жынды сияқты тупой ма бірдеңке ғой. Өледі деген несі. Сол ғой, ешкім өліп кетпейтін шығармыз. Олар тупой сияқты өлтіріп тастамайтын шығар енді. Сол ғой. Ей, Құмаш, өтірікті сандырақта бүйтіп бізді қорқытып айтпақ қой. Я, сол ғой. Біз енді білмей тұрмыз. Мүмкін бұл шын болып қалуы мүмкін, балам. Білмеймін, мама. Көреміз қазір. Досым, шын айтып отыр ма, өтірік айтып отыр ма екен? Около коти пьесамида. Ай, неғып біз итересің? Ой, кешіріңдер. Енді біз өлеміз. Сен кешіріңдер. 507-ші, 506-ші, 502-ші нөмірдегі игроктарды өлтіріңдер. Көп болады. Қазір өлтіреміз. Саған. Саған бұл шын екен ғой. Я. Мен өтірік па десем, шын екен ғой, ну. Өте жаман. Окомако типия самида. Мен саған қатты шаршап кеттім. Қыз бір орында тұршы. Өтінем, мен істемей тұршы, өзім әрең тұрмын. Неғып мені арқамнан ұстап тұрсын. Өтінемін, ұстай тұрайыншы, өте қатты шаршап тұрмын. Жарайды. Мен қимылдап қойдым. Мен де қимылдап қойдым. Істеменді. Мен вообще екеумізде қимылдап қойдық. Нөмірі 307-ші, 308-ші, 390-ші және де 582-ші және де 127-ші 6 адам өлді. Және де 067-ші нөмірдегі игроктар, тағы басқа да игроктар өлді. Солардың бәрін атыңдар. Көп болады, қазір атамыз. Саған көз алдымда 6 адам өлді ғой. Ең бастысы қимылдамау керек.